Ассаламағалейкум. Бүгін 4 қараша 2023 жыл біз Түркістан облысы Созақ ауданы орталығы Шолаққорған ауылына келіп тұрмыз. Ауыл ма, қала ма? Шолаққорған ауыл. Ауыл ма? Шолаққорған ауыл. Ауылына келіп тұрмыз. Мінекей сол жердегі жаңадан салынып жатқан газ жүйесінің алдында тұрмыз. Ал Бәке, өзіңіз айтыңыз кішкене, не болған еді, қандай болған еді? Ассалаумағалейкум. Мынау Шолаққорған ауданы. Ауданда биыл негізі газ берілу керек қой. План бойынша. Бұл неге кедергі болып отқан білмейміз ғой, біз арада. Ары қарай мамандардан сұрап ала берсек болады. Сіз айтып бердіңіз, рахмет сізге. Бірақ жаңағы шақырған адам өзі келу керек еді негізі. Қайсыңыздан бастаймын? Сізден ба? Не болып жатыр екен? Мынау жаңағы өзіміз камерасыз да сөйлестік қой. Атыңызды өзіңіз таныстырып. Аманов Ербол Нышаналиевич, ЖХ бөлім басшының орынбасары. Ереке, жаңа сізбен сөйлестік, халық айтып жатыр, мына жерде бізге газ береміз деген еді. Сол газ келмей қалды, соның дауы дамай көбейіп кетті. Не болды ары қарай, соны түсіндіріңізші. Қазіргі таңда бұл құрылыс 2019 жыл басталған. Содан бері қаржы жаңағы облыстың берген қаржысына қарай бөлініп жатыр қаржы. Сол қаржымен қазіргі таңда біз магистралды газдың құбыры 100% жүргізілді. Қазіргі біз агресс қондырғыларын орнату ғана жұмыстар қалып отыр. Бұл мердігер мекеме бізден жаңағы агресс осы жылдан бастап әкеліп қою керек тұғын. Қазіргі таңда қоймаған себебінен біз оларды жаңағы сотқа, Түркістан облысының экономикалық сотына талап арыз беріп, жозықсыз деп тану туралы, одан кейін жаңағы не деп тану керек? Жозықсыз, мемлекет сатып алуға жозықсыз деп тану туралы және мемлекеттік түзілген договорды бұзу туралы сотқа талап арыз беріп қойдық. Қазір құрылыстың несі жаңағы соттың қарауында. Алдында қандай сот болған еді? Алдыңында бұл 2022 жылы мердігер мекеме жаңағы корректировка түзетулер жаңағы объектінің құрал жабдықтарының қымбаттауына байланысты жаңағы ақшаны көбейту жөнінде сотқа талап арыз берген, бірақ ол жерде олардың талап арызы қанағаттандырусыз қалдырылған. Апелляцияда бәрін себебі договор бойынша бұл мердігер мекеме алғаннан кейін өзі аяқтау қарастырылған жалпы. Яғни сіздердің талаптарыңыз бойынша бұрынғы келісілген неде бағаны көтермей сал деп жатсыз ғой? Иә, берілген баға бар, договорда сума бар, сол сумадан объектін бітіру керек ол кісілер. Ол кісіден сұрасам бола ма? Аға, келсеңізші жақында. Ақсақал, өзіңіз таныстырып жіберіп айта беріңізші. Мен Молдабеков Асан, осы компанияның құрылыс бастығымын, осы учаскенің бастығымын. Осы уақытқа дейін бізде 3 миллиард 935 миллион ақша қаралған. Негізі бұл құрылыс 2019 жылы басталды. Смета 2018 жылы жасалған. Сонымен арада енді 5 жыл өтті. Қазір сізге айтқанда бәр нәрсе қымбаттап жатыр. Баға бір-біріне сәйкес келмейді. Біз сөйтіп 3 миллиард 935 миллионды қаралған болса, соның әзір 2 миллиард 365 миллион игердік. Қала 1 миллиард 566 миллион теңгеміз қалды да бізде қазір. Соған қазір мына біздің агрессімізге оборудование керек. Сол оборудованиеге жаңағы 5 жыл өткен екен, баға сәйкес келмегеннен кейін бар нәрсе қымбат болып кетті. Сол себептен біздің мынау бұл кісілерге корректировкаға ұсыныс тастадық. Кеше көктемде ол ұсыныстарыңызды сотта ұтып алдық дейді ғой, корректировкаға жасалмайды деп дейді. Енді сотта ұтылғанымызды біз және бердік. Себебі бұл мынау айтып отырмын ғой, мынау агресс, ол корректировка сол ақша қаралмай, мұнаны бүтуі қиын болып тұр газдың. Себебі 5 жыл енді өзіңіз білесіз ғой, 5 жыл деген сөз қанша материал қымбатшылық болып кетті қазір. Содан кейін менің және бір айтатыным, бұл мынау 15 линия біз, енді біздің құрылысымыз қазір мына линия полный бітірдік, линияны бітірдік. Өз 5 жылда не істедіңіз, соны айтып өтесіз бе? 5 жылда мынау 45 деген жер бар, сол 45-тен бері қарай осы жерге дейін жаңағы газ тұрба әкеліп, мына жерге әкеліп кіргіздік. Елді мекеннің ішіндегі? Ол жақ бізге қарамайды. Сіз сол қанша километр ол жер? 45 километр ғой. 45 километрге 3-9 миллиард керек пе еді?
одан мына агресс бар ғой, агресс бар. 2,4 миллиард сол труба болды, 1,5 миллиард жаңа агресс болып тұр ма? Иә, сондай болып тұр. Енді біз қазір трубаны әкеліп мына жерге бітірдік. Содан кейін оптовый волокно дейді, кабель. Оны да бітірдік. Бізде қазір қалғаны мына жерде оборудованиеге. Оптовый волокноны қай жерден тарттыңыздар? Сол жаңағы 45-ші қиылыстан. Ол қай жерде? Жаңатасың бұрылысында. Сол жерден бері қарай тартып, оны да бітірдік. Біздерде қалғаны қазір мына жерде оборудование салуымыз керек. Содан кейін испытание істейміз. Соны бітеді қазір. Енді менің және бір айтайын дегенім, егер де бұл корректировкамен қаралып нағылмаса, біздер басқа компанияларға беріп жатыр. Корректировка рұқсат беріп жатыр. Біздерге біз 2 мәрте ұсыныс тастадық. Біздің корректировканы қаралмай жатыр. Түсінбедім қазір. Сонда сіздерді қазір бұл кісілер жозықсыз деп тапса, сіздерді жаңағы тендерден шектеп, басқа біреуге шақырып, бірақ оған корректировкасын берейін деп тұрмын бағасын? Жоқ, корректировка мәселен жаңағы баға қымбаттады ғой. Баға қымбаттағаннан кейін жаңа үстіндегі бізден мынау ақша аз болып тұр ғой, жетпей жатыр ғой. Соған біз 2 мәрте ұсыныс тастадық. Көктемде осы жерде облыстың әкімі. Қазір сіздің өзіңіз айтқаныңызды айтып отырмын, басқа біреуге берейін деп жатыр дедіңіз ғой корректировкасын. Кімге берейін деп жатыр? Ол жағын мен бізге айтқан жоқ. Аузыңыздан шыққаннан кейін. Жоқ, объектілерде корректировка бар деп. Сіздің басқа объектілерде корректировка жасап жатыр? Біз мәселе мына Жаңатаста, менің бұл емес, Жаңатаста Еврахим деген жерге салған. Иә, сол Еврахим уже корректировка уже шешіліп, қазір сол жерде полный жұмыс жүріп жатыр. О жақта болып жатыр, мына жақта неге ондай емес? Иә, ол сондай. Менің ойым корректировка болмай, мына жерде газ келмейді сол жаққа. Жарайды, сіздер мысалы айталық жаңағы жарамады, сіздерге жозықсыз деп тапты, сөйтіп алып тастады. Орныңызға келген адам сол сіздің бағаға агресс қоя ала ма, жоқ оған бәрі корректировка жасай ма? Корректировка жасайды. Себебі ол ағасы сәйкес. Содан кейін мынау айтайын дегенім, мынау линияда кабель тартқанбыз. Электрический кабель. Соның кеше февраль айында 15 километрін ұрлап кетті линияның. Кім балансы деді? Баланс бізде ғой, біз істеп жатырмыз ғой, заказчик біз істеп жатырмыз ғой. Арыз жаздыңыздар ма қылмыстық? Ішкі істеріне арыз жаздық, ешқандай нәтиже жоқ. Әлі 15 километр кабеліміз ұрлап кеткен жоқ. Енді оны өздеріңіз қарап тұрмасаңыз ма? Жердің астынан қазып алдыңыз жоқ? Столбыдағыны кесіп алдыңыз? 45 километр деген енді оңай жер емес қой. Енді бәрі қарау керек қой. Біреуге қарап жатырмыз ғой, қарап жатырмыз. Жалдамасаңыздар болмайды, қарау. Жоқ, соған ішкі істеріне бердік. Ешқандай нәтиже болмай жатыр. Менің айтайын дегенім, әңгіменің қысқасы, мынау корректировка және тастадық қой енді корректировкаға. Егер де сол қаралса дұрыс болар еді деп ойлап отырмын. Өйткені сол корректировка бітсе, мынау құда қаласа елге, халыққа газ келеді. Жарайды, Асекем, Ерекеңнен сұрасам болады ма? Ереке, не дейсіз бұған? Айтыңызшы, Асекеңнің айтқаны. Жоқ, қазіргі таңда бізге мынау агресс қондыруларын қондыру бойынша, орнату бойынша негізі проектіде 900 миллион қаралғанда, 900 миллион. Бұл кісілерде қазір 1,6 миллиард жуық ақша бар. Сонымен объектіні бітіріп аяқтауға болады. Негізі болады. 1,600-ге де бітіруге болады. 1,600-ге ол енді 900-іне енді жаңағы оборудованиені қойса, ар жағында испытаниясы бар, басқа да жұмыстары бар. Соларды бітіріп агрессті қоса алады қазіргі таңда. Бірақ енді бұл кісілер жаңағы корректировка сұраған, коррективтен өтіліп отыр енді бұл кісілер. Бірақ соттың шешімін күтеміз. Егер бұл кісілер кетсе, орнына басқа адам келеді, сіздер осы қалған ақшасына ғана істеткізесіздер ме? Жоқ, оған қосып беру керек бола ма? Жоқ, ол осы ақшаға істеледі ол. Басқа ақша жоқ қой, бұл жерде қаралмайды, бұл жерде қаралмайды басқа ақша. Сол ақшаның ішіне сол ақшаны, сол жаңағы ал егер оған ешкім келмей қалсашы? Жоқ, келеді, өйткені біз бұл мердігердегі жолықсыз танылса, ары қарай біз жаңағы өзінің талаптары бар, мемлекет сатып алу деген бар, сол арқылы конкурс қайтадан ұйымдастырылады, сонымен жаңағы мердігер шығады. Жоқ, егер олар жаңағыдай айтып қалмай ма деймін да, бұл ақшаға істей алмаймыз ғой деп. Жоқ, қазіргі таңда біз басқа да мына оборудование дайындаушы мекемелермен сұрап жатырық. Өздеріңіздің ақпараттарыңыз бойынша. Иә, өзімізде енді жан-жақтан сұратып жатырық қой, қазіргі таңда мәлімет сұратып жатырық, бірақ жаппай қоюға болады. Бұл сумаға қоюға келеді объект. Аяқтауға болады объект. Бұл кісілер жаңа 45 километрде ме 15 километрімізді ұрлап кетті дейді, оған көмектесіп болған ма? Құрылыс нысаны жаңа 2019 жылы басталған, одан бері қарай электр желісі 43-8 километр, соның 43-8 километр электр желісі, магистралды газ құбыры, жаңа одан кейінгі басқа да заттары бар қойылған. Бірақ бізге объектіге өткізгенге дейін мердігердің меншігінде бізге толық қабылдау болғаннан кейін барып біз оны меншікке аламыз, оған дейінгісін жаңа олар бұл кісілерін сотқа берген, жаңа УРОВД-ға жазылған полиция бөліміне, сол кісінің қарауында қазір іздестіріп жатыр. Онда басқа қосар жоқ болса осымен аяқтасақ бола ма? Жарайды.
Рахмет, онда біз ары қарай анықтап тағы да көре жатармыз. Негізі халық газсыз қалмаған абзал болар еді.